Саламатсыздарбы оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Алдымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде сіздерге қима қағаздар берілген. Осы қағаздардағы сұрақтарға жауап беру арқылы топқа бөлінеміз. Қазір тез-тез бір-бірден келіп мына қағаздарды алып орнымызға отырамыз. Орнымызға отырамыз, орнымызға. Жақсы балалар, енді сіздерге қымықталамыз, балалар, сіздерге үш топқа үш түрлі сұрақ қойылды. Сонымен бірінші сұрақ: 1711 жылы дүниеге келген қазақтың ханы кім? Абылай хан. Жоқ, орнымызға отырамыз. Абылай хан. Жақсы болды. Келесі: 13-14 жасында Төле бидің марқұмы кім? Сағалап. Жақсы болды. Келесі: 1771 жылы 300 ханы болып сайланған кім? Абылай хан. Енді ана топтың алдындағы жасырылған қағазды аламыз. Аламыз ана қағазды. Жоқ, топтың атауы жабыстырылды. Так, енді балалар, жаңағы сұрақ осы топтың атауымен сәйкес келе ме? Сәйкес келмейді ғой. 1711 жылы дүниеге келген қазақтың ханы балалар Әбілмансұр. 1711 жылы дүниеге келген қазақтың ханы кім деген сұрақ түссе, сол сұрақ кімге түсті, Әбілмансұр тобына барамыз. Ауысамыз. Әбілмансұр тобына ауысамыз. Келесі: 13-14 жасында Төле бидің малын баққан кім деген сұрақ түссе, Сабалақ тобына ауысамыз. Одан 1771 жылы қазақтың ханы болып сайланған кім деген сұрақ қай топқа түсті, сол Абылай тобына ауысамыз. Сендер орындарыңа қаласыңдар ма? 1711 Әбілмансұрға ауысамыз. 1711 Әбілмансұрға ауысамыз. 1711 Әбілмансұр тобына ауысамыз. Біреу кім? Абылай. 1771 жылы Абылай тобына. Жақсы балалар, енді топқа бөлініп болса, сендерге үш топқа үш қима қағаз беріп, осы қағаздарды қарастырамыз. Жақсы балалар, енді суретті құрастырып болсақ, бірінші Әбілмансұр тобы сіздерде қандай сурет шықты? Қытай мемлекетінің символы. Қандай сурет? Айдаһар суреті. Ол бізде қай мемлекеттің символы? Келесі: Сабалақ тобы сіздерде қандай сурет шықты? Ресей империясының символы шықты. Аю. Келесі: Абылай тобы сіздерде қандай сурет шықты? Абылай хан шықты. Енді балалар, осы үш суреттің өзара бір-бірімен қандай байланысы бар? Қандай байланысы бар? Орнымыздан тұрып жауап береміз. Орнымыздан тұрып, қайсыр жауап береміз. Қандай? Сыртқы саясатты өте жақсы жүргізген қайраткер. Жақсы. Тағы қандай жауап бар? Осы үш суреттің өзара қандай бір-бірімен байланысы бар? Қандай? Жақсы балалар, ендеше бүгінгі тақырыбымызға көшейік. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсатын анықтау үшін біз сіздерге бүгінгі сабақтың тақырыбын жасанды интеллект, яғни менің көмекшім айтатын болады. Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Абылай ханның жүргізген ішкі сыртқы саясатының мәнін түсіну
Абылай ханның қазақ тарихында алатын орнына баға беру. Жақсы балалар. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абылай хан. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Міне, сабақ мақсаты Абылай ханның жүргізген ішкі сыртқы саясатының мәнін түсіну, Абылай ханның қазақ тарихында алатын орнына баға беру. Сонымен ендеше балалар, сендерге қазір жекелей топтық тапсырмалар беріледі. Бірінші топ, Әбілмансұр тобы, сіздерге Абылай ханға саяси қайраткер ретінде сипаттама беріңіздер. Яғни оның шын есімі, лақап аты, әскери ұраны, бас қолбасшы, титул, дипломат, әулие, жерленген жері. Осының барлығын жазып шығамыз. Ол үшін мына суреттерді пайдаланамыз. Келесі, бұл Әбілмансұр сіздерге беріледі. Келесі екінші топқа беріледі бізде Сабалақ тобы. Ол кім? Бұл не? Яғни мына сұрақтарға жауап береміз. Кім, не, қашан, қалай, неге, неліктен? Мынау астында сәйкестендіру керек жауаптар тұр. Мына жауаптардың қайсысы мына сұрақтарға жауап береді? Соны жазамыз. Түсінікті ме Сабалақ тобы? Келесі үшінші топ бізде Абылай хан дүниеге келген жыл. Абылай тобы. Оқиға және жыл көрсетілген номинның сәйкесін тауып жалғастыру. Мұны біз қазір барлығымыз ақ параққа орындаймыз. Сонымен тапсырманы мына қағаздарға орындаймыз. Сендерге балалар бұл тапсырманы орындауға 7 минут уақыт беріледі. Бірінші топ тапсырмаларын жазып алыңдар. Қазір мен келесі топты ауыстырамын тапсырманы. Әбілмансұр тобы. Мынаны жазып алыңдар. Слайдта тұрғанда. Иә, солар жазып алыңдар, соған жауап жазамыз. Сіздерге қандай тапсырма берілді? Сәйкестендіру ме? Қазір ашамыз сәйкестендіру. Сосын ортаға шығып жауап береміз балалар. Орындаймыз. Так, жаздық па? Ауыстыра беріңіздер. Так, келесі. Сабалақ тобы. Мына сұрақтарға жауап береміз. Мынаны түсіріп алсаңдар да болады балалар. Қарап отырамыз үстіне. Түсіріп алып, сол жерден орындаймыз. Келесі. Мынаны кестеге түсіріп жазамыз балалар. Түсіріп алып. Абылай тобы сіздерге. Болды, жазамыз, я? Сіздерге 7 минут уақыт беріледі, уақыт кетті. Ақпаратты балалар кітаптан ғаламтор желісінен іздеуге рұқсат. Самин жазыңыз, дәу болып жазды, балалар көріп өтсін. Топ жұмыс жасаймыз балалар. Балалар уақыт алыңыздар, 7 минут уақыт беріледі. Тез орындаймыз. Неге бірден жауабын жазып жатсыздар? Одай оқып бере аласыздар ма сосын? Ортаға шыққан кезде? Слайдтан? Жақсы. Бірден жауабын жазуға болады. Абылай.
Болған топ белгі береміз. Барлығымыз бірдей. Жақсы болып шығып жауап береміз. Абылай тобы, иә? Барлығымыз шығамыз, жауап береміз. Қойын ба сендер білмейді? Сендер жоқ, сендер білмейді. Мынау. Мына жақта көрсетеміз басқа топтарға. Cevap veriyoruz. Ablakanın niye girdiğini yollarına 1711 жыл. Патша үкіметінің әкімшілігі Әбілмәмбетті тағынан тайдырып, оның орнына Абылайды отыруын ұсынып алған. Бұл оқиға Абылайдың ресми саяси байланысы күшейген кез 1700 жыл шамасы. Түркістан қаласында бүкіл 300-нің ханы болып жарияланды 1701 жылы. Абылай хан Қытай үкіметінің дипломатиялық қатынастарын бастады 1757-1760 жылдар аралығы. Абылай қазақтардың ағасын ала берген қырғыздарға жауап жасауға мәжбүр болды 1770 жылы. Абылай ханның қайтыс болған кезі 1781 жылы. Жақсы, дұрыс. Отырамыз орнымызға, иә? Өте жақсы, барлық сұрақтар дұрыс жауап берілді. Жақсы, келесі дайын болған топ белгі береміз. Белгі береміз. Дайын болған топ белгі береміз. Ал кет, шығамыз, жауап береміз. Сіздер сағалақ береміз. Кім, не, қашан, қалай, неге, неліктен сұрағына жауап. Қалғанымыз балалар, тыңдаймыз, иә? Кім? Абылайдың дербес саясатын мойындаған Қытай императоры. Келесі. Не, жылқыға жібек деген қашан Түркістанда Абылайды ақ киізге отырғызып, 3 алаштың ханы етіп сайлайды. 1701 жылы. Қалай Абылай тұтқынынан құрметпен босап, көп сыйлық және қалыңдық алып оралған. Абылай қылдан селенге өзінің жеке басының азаматтық қасиеттерін мойындатты. Неге Абылай қырғыздарға 2 мәрте жорық жасаған? Туысқан қырғыз халқын Қытайдан одан сақтап, қазақ хандығына қосуды мақсат етті. Неліктен Абылай көрші Ресей Қытай мемлекеттермен мәмілеге отырды? Қазақ халқын аман қалып. Жақсы, дұрыс. Барлық сұраққа дұрыс жауап берді. Орнымызға отырамыз. Келесі
Abdülbasır Kolban, sizler kaldığınızda yerine yaxshi, tam javob berasiz. Sizlarga sizlar topshirmalaringiz Abdulay hamma siyosiy qayratgarlikni sifatlama berib kerak bo'lgan. Shuni esimi? Shuni esimi Abdulmansur. Laqabini Laqabini askeri yoroni Abdulay. Da'vo shapqanda batılar osmonda aytib muhtarim. Tituli Qozon xonligining xoni 1771-1781. Бас қолбасшы қазақ жасақтарының қолбасшысы, дипломат, Ресей қытайшы саясат жүргізді, әрине халық оны киелі тұлға санаған. Жерлеген жері Түркістан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Жақсы, дұрыс болды. Барлығы дұрыс. Яғни қазіргі таңда Абылай ханның жерленген жері бұл Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Жақсы болды. 3 топқа да 5 деген баға берді. Келесі тапсырма балалар бізде жеке жұмыс ақиқат жалған дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізге мына тапсырманы орындаймыз. Яғни мына мәліметтердің қайсысы ақиқат, қайсысы жалған екенін жазуымыз қажет. Bir орталыққа бағынатын мемлекет құру үшін күресті, Ойынтұқ өзенінің бойында Абылай бастаған үйірімін жасап, қалмақтарға ойсырата соққы берген оқиға Ардынапай шайқасы деп аталды. Келесі, үшінші халықтың егіншілікке балық шаруашылығымен айналысуына қолдау көрсету. Төртінші сот билігін бөлді, бесінші темір ұстаханаларын салдырудың бастамашысы болды. Алтыншы 1778 жылы 2-ші Екатерина Абылайдың 300-ді ханы етіп бекітті. Осы сұрақтардың қайсысы ақиқат, қайсысы жалған, соған жауап береміз. Дәптерімізге орындаймыз, жеке-жеке тұрып жауап береміз. Сендерге 5 минут уақыт беріледі. Бірден жауап жазуға болады. Сұрақты слайдтан оқуға болады. Дәптерімізге бірден жауапты жазуға болады. Болдықпай? Абылай болды.
оған топ емес бұл жерде балалар екі жұмыс қой. Сондықтан қазір өзім орнымнан тұрғызып жауап береміз, иә? Так, бізде жауап береді Нұрлыбек. Нұрлыбек, жауап береміз. Темірхан, жауап бер. Так, бір орталыққа бағынатын мемлекет құру үшін күресті. Келесі, Мойынты өзенінің бойында Абылай бастаған елумен жасап, қалмақтарға ойсыраққа соққы берді. Бұл оқиға Аңыра қай шайқасы деп аталды? Жалған. Неге жалған? Іле өзен бойында болған шайқас. Қай шайқас? Іле өзен бойында. Олай емес балалар. Бұл жерде Мойынты өзенінің бойында Абылай бастаған елумен жасап, қалмақтарға ойсыраққа соққы береді. Бірақ ол шайқастың аты Аңыра қай шайқасы емес, Шыршық қырылған деп аталады. Шыршық қырылған. Келесі, халықтың егіншілікпен балық шаруашылық айналысуына қолдау көрсетті. Дұрыс. Сот билігін жойды. Неге? Өйткені бұл жерде сот болған жоқ, бұл жерде шешімді билер шығады. Жоқ, керісінше сот билігін күшейтті Абылай. Естеріңде болсын. Абылай хан балалар сот билігін күшейтті. Абылай ханға дейін сот билігі әлсіреп қалған болатын. Шешімді тек хандар өздері шығарып отырды. Ал Абылай хан керісінше сот билігін күшейтіп, шешімді сот шығаратын саясат жүргізді. Келесі, Темір Сұлтан ханаларын салудың бастамашысы болды. Ақиқат, дұрыс. Абылай ханның тұсында қазақ хандығында көптеген Темір Сұлтан ханалары салына бастады. Келесі, 1778 жылы 2-ші Екатерина Абылайды 3 қыздың ханы етіп бекітті. Жалған. Қай жылы хан болып бекіді? 1771 жылы. Хан етіп сайлаған кім? Аты билер. Қазақ халқы. Қазақ халқы өздері хан сайлады. Төле би ол көмектесті. Хан болуына бірден бір көмектесті. Төле би, яғни Абылайдың қайраткер, саясаткер тұлға болып қалыптасуына көмектескен бізде бұл Төле би. Келесі, жақсы балалар, бәрімізде осындай ма жауап? Енді балалар, серік сәті болсын, білетсіз сұрақтар, сұрақ қойып, жылдам қолымызды көтеріп жауап береміз. Абылай ханның өмір сүрген жылдары. Әрсен, Абылай ханның өмір сүрген жылдары. 1781. Жақсы. Келесі, Абылай ханның ата-анасы азан шақырып қойған есімі кім? Альмира. Арминасы, дұрыс. Абылайдың бойындағы мықты қайраткерлік қасиетті Төле би байқап, оны атын жасырып ел арасында кім деп атаған? Дұрыс, Сабала. Келесі, Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына әсер еткен дарынды тұлға, кеңесшісі болған? Темірхан, дұрыс, Қажы. Абылай хан жер өңдеу шаруашылығын дамытқан өңір. Қай жерде жер өңдеу шаруашылығын дамытты? Қай аймақта? Бар ма жауап? Ертіс бойындағы. Келесі, Абылай хан дамытуды қолдаған шаруашылық саласы. Қалай? Балық сосын? Егіншілік. Балық сосын егіншілік шаруашылығы. Так, Абылайдың бас мираскоры. Абылайдың бас мираскоры, яғни Абылайдың тағына үміткер өзінің ұлы. Кім? Кенесары. Келесі, Абылай хан жерленген қала. Абылай хан Түркістан қай кесімде орналасқан? Жақсы. Балалар, енді сендерге келесі тапсырманы бізге Абылай ханның өзі беретін болады. Абылай ханның өзі береді. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың Сәлеметсіздер ме балалар? Мен жүздің басын қосқан Абылай ханның келесі тапсырманы сендерге мен беремін. Онымен тапсырма мынадай. Егер мен Абылай хан болсам, тақырыбында 5 сөйлемнен тұратын шағын эссе жазыңдар. Тапсырма түсінікті ме балалар? Сәлеметсіздер ме балалар?
Егер мен Абылай хан болсам тақырыбында 5 сөйлемден тұратын эссе жазамыз. Егер мен Абылай хан болсам тақырыбында 5 сөйлемдік шағын эссе жазамыз. Яғни әркім өзіміз дәптерімізге орындаймыз. Сосын барлығымыз жеке-жеке оқып шығамыз. Жазамыз. Егер мен Абылай хан болсам тақырыбында 5 сөйлемдік эссе. Әгел. Жазамыз, аш дәптер. Жаз, барлығымыз орындаймыз, жаз. Жазамыз, егер мен Абылай хан болсам тақырыбында 5 сөйлемдік эссе. Сендерге 7 минут уақыт берілді, жазамыз. Орындаймыз, балдар. Егер мен Абылай хан болсам, қандай әрекет жасар едім, жазамыз. Қазір барлығымыз оқимыз, балалар кезек-кезек. Сондықтан жазамыз. Jaz Aliхан. Jaz, өзі жазып, әркім өз ойын жазып. Кәсені бастап жаз, Aliхан, сосын сен оқисың.
Болдық па балалар, уақыт аз болды. Жақсы, келбет оқимыз. Егер мен Абылайхан болсам, елдің бірлігі мен жердің тұтастығын бәрінен биік қояр едім. Халықтың амандығы үшін көрші мемлекеттермен ақылмен мәмілеге келіп, елге қауіп төндірмей саяси тепе-теңдікті сақтар едім. Жас буынды ерлікке, білімге баулып, мемлекет болашағын нығайтуға күш саламын. Жау келгенде батырларымды бастап, елді қорғаудан тайынбас едім. Бар арманым қазақ халқын берекелі, қуатты ел ету болар еді. Жақсы, өте жақсы. Келесі, Әрсен Дайынның оқысын. Ең бірінші мен халқымның бірлігі мен татулығын сақтауға тырысар едім. Елді сыртқа жаудан қорғау үшін мықты әскер құрып, жерімізді тұтастап қорғауды басты мақсат қылар едім. Халықтың тұрмысын жақсарту үшін әділ заң енгізіп, ешкімді ренжітпей әділ басқару күш салар едім. Жақсы, әділ басқару күш. Өте жақсы, дұрыс. Жақсы. Топтан кім жауап беремін дейді? Жауап бер. Бұл жауап бер енді, уақыт болды ғой. Сол үш сөйлемді оқы. Оқы үш сөйлемді. Кәусар оқы. Тездетеміз, балалар, уақыт өтті ғой. Айғаржан оқы. Егер мен Абылайхан болсам, мен алдымен ел бірлігін бәрінен жоғары қояр едім. Себебі Абылайханның ең үлкен арманы төрт тарапқа тарыда шашылған қазақты бір топ астына жинау болды. Сонымен қатар елдің ішкі жағдайына назар аударар едім. Жетім мен жесірдің көз жасын тыйып, әділ билік орнатар едім. Қорытындылай келе, егер мен Абылайхан болсам, ел сүйетін, халық үшін жанын беретін адам болар едім. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Келесі Әлина жауап береді. Егер мен Абылайхан болсам, халқымның бірлігін сақтау үшін бар күшімді аяр едім. Үш жердің басын қосып, елдің ішкі татулығын нығайтуға тырысар едім. Жау келсе, басын шешіп қалдырып, елдердің қорғауға дайын болар едім. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Әлихан оқыш қазір. Жаздың. Болды, жетеді. Темірлан оқы. Әлихан оқы. Қазақ хандығының шекарасын кеңейтіп, мықты әскер қою үшін адамдарға мал шаруашылығына, егіншілікке үлес қосу үшін. Жақсы, дұрыс, өте жақсы. Тағы, Кәусар оқы. Ел арасында бірлік болар еді, әр мемлекетпен әділ орнатып, және өз еліміздің ішінде бар халқымен әділ болар едім. Және ел сүйетін батыл адам болар. Жақсы. Нұрлыбек оқы. Жетеді, сол үш сөйлем. Оқи бер, жетеді. Бар сөйлемді оқы. Оқы. Егер мен Абылайхан болсам, бірінші өз жағдайын жақтап жүрем. Сосын, егер мен Абылайхан болсам, бай болушым. Ел бірлігін күшейтшім, қазақтардың мойындап үшін, халқының қамына ештеңені аямас едім. Дұрыс. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін балалар қазір тақтаға шығып, мына жерде бүгінгі сабақ бойынша қорытынды рефлексия, кері байланыс жасайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бұл бізде менің атым қожаның кейіпкері, қожа, яғни сабақ бізге барлығы түсінікті болса, келіп, барлығы түсінікті дегенді басамыз, сұрақ болса, сұрақтарым бар дегенді басамыз, ал егер түсініксіз болса, түсініксіз дегенді басамыз. Жақсы балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Енді тақтаға шығып, бір-бірден шығып, өзімізге қажетті нұсқаны таңдаймыз. Маған бүгінгі сабақта барлығы түсінікті болды. Жақсы, келесі. Шығамыз балалар, жеке-жеке әрбіріміз шығып жасамыз. Шыға беріңдер, бәріміз шығамыз балалар. Шығамыз барлығымыз балалар. Барып өздерін баса беріңдер, қайсысы басқаларын келеді, сол нұсқаны таңдап барлығымыз шығамыз балалар.
Жақсы. Шығамыз. Күн тоқта. Барлығымыз шығамыз, жауап береміз. Барлығымыз шығамыз. Шығамыз. Жақсы балалар, осымен бүгінгі біздің Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты тақырыбында өткен сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарыңыз үшін барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.